Бүгінгі жобамыздың кезекті санының қонағы Ілияс Бердіғалиұлы. Неге мемлекеттік қызметті таңдадың? Осы салада халыққа қызмет көрсету саласына қызығушылық бала кезден болды. Қазіргі мемлекеттік қызметкерлер іскер, бастамашыл, батыл болу керек деп анық көрсеткен. Негізі баланс ұстау қиын болып қалады кейде. Мысалы, отбасы бар, жаңағы достарың бар деген сияқты жұмыс бар. Ол кезде мысалы пиар деген нәрсе жоқ, былай айтқанда, оны суретке түсіріп, әлеуметтік желілерге таратып, былай айтқанда очко жинау деген нәрсе жоқ ол жерде. Осы ата-анаңнан жиі естейтін ақылың? Адал бол дейді. Біреудің ала жүнін аттама деп көп ақыл айтады. Және маңызды шараларға бара жатқанда немесе маңызды шешімдер қабылдауға баратын кезде міндетті түрде ата-анамнан бата аламын. Достарың көп пе? Аса көп емес. Ол жалпы достық деген уақыт еншісін деген нәрсе деп ойлаймын. Уақыт өте келе шын адал достар жанында қалады. Мой брат не всегда прав, но он всегда мой брат деген сияқты. Сәлем, қайырлы күн, құрметті арнамыздың белсенді көрермендері. Бүгін эфирде Шай тайм жобасы. Бүгінгі жобамыздың кезекті санының қонағы Түпқараған ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің мониторингі және цифрландыру бөлімінің басшысы, жас мемлекеттік қызметкер Ілияс Бердіғалиұлы. Ілияс, енді біздің эфирге қош келдің. Жаста болсаң, осынау жауапкершілікті, мамандықты иығың артып мемлекеттік қызметте келесің. Енді біздің эфир еркін түрде өзара шай ішіп отырып әңгімелесетін боламыз. Енді біздің сұрақтарға жауап беруге дайынсың ба? Дайынмын. Шайдан алып отыр. Онда біздің алғашқы сұрағымыз болсын. Неге мемлекеттік қызметті таңдадың? Сәлем достар, сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы мемлекеттік қызметті таңдаудағы негізгі себебім осы мемлекеттік қызметкерлерге, яғни осы салада халыққа қызмет көрсету саласына қызығушылық бала кезден болды. Сол себепті де осы мектепті бітіріп, арман қуып, осы мемлекеттік қызмет саласына осы мамандыққа түсіп, бакалавр мамандығын бітіргенмін. Содан кейін осы Түпқараған ауданы әкімі аппаратына мемлекеттік қызметке кірдім. Бұл сонда бала кездегі арманың, иә? Ал мемлекеттік қызметте қандай қағида басым болуы керек? Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы осы мемлекеттік қызметке жаңадан талаптар, қазіргі таңда талаптар өзгерді деп үкіметтің кеңейтілген отырысында айтқан болатын. Яғни ол талаптарды айқындап кетті. Олар іскер, қазіргі мемлекеттік қызметкерлер іскер, бастамашыл, батыл болу керек деп анық көрсеткен. Осы қасиеттер, қағидалар мемлекеттік қызметкерлер ұстану керек қағидалар деп білемін. Жалпы бұл салада жұмыс жасаудың плюстері мен минустары қандай? Жалпы мен негізі өзімнің салама тоқталып кетсем, яғни мемлекеттік қызмет көрсету саласы, бұл салада халыққа мемлекеттік қызметтер көрсету, яғни кәсіпкерлерге де, жеке тұрғындарға да осы өздерінің рұқсат құжаттарын және басқа да анықтамаларды алу бағытында тиісті қызметтердің уақытылы, сапалы және заңды тұрғыда көрсетілуін біз мониторингілейміз, яғни бақылаймыз. Бұл салада нақты уақытымен жүру керек, яғни уақытқа сыю керек. Яғни, мысалы, бір қызметті көрсетуге белгілі бір апта уақыт берілсе, сол уақытта көрсетілу керек, немесе ол заң бұзушылық болады. Осы тұрғыда қадағалап отыру керек. Ал жалпы мемлекеттік қызметте плюстері мен минустары деп айтатын болсақ, негізі баланс ұстау қиын болып қалады кейде. Мысалы, отбасы бар, жаңағы достарың бар деген сияқты жұмыс бар. Осы жұмысқа көбірек ден қойып кейде отбасыға көңіл бөлінбей қалып жататын кездер болады, жұмыстың қиындығына байланысты. Осы тұрғыдан баланс ұстау керек. Ілияс, енді келесі сауал болсын, енді еңбек жолыңа қанша жыл болды? Жалпы еңбек жолына 4 жыл болды. Осы мемлекеттік қызметте келе жатырғанына 3 жылдың үстінде уақыт болды. Бірінші жұмыс жасаған орныма тоқтала кетсем, ол Технодом
акционерлік қоғамда сатушы болып қызмет атқарған. Ол жерде де халыққа қызмет көрсету. Сол жерде бір жылға жуық жұмыс атқарып, содан кейін мемлекеттік қызметке орналасқан. Алдыңғы буын аға апаларынан кімдерді үлгі тұтасың? Алдыңғы буын аға апалардан жалпы мемлекеттік қызметте алдыңғы буын аға ол Серікбай Өтелгенұлы Тұрымовты айтсақ болады. Бір жағдай есіме түсіп отыр. Осы кезде бұрын мен үйде Дарын мектебінің қасында тұрғанбыз. Сол кезде сол Дарынға менің бір бала кезімде, жасөспірім кезімде десем болады, күрделі жөндеу жүрген. Сол кезде сол жөндеуді өзінің орынбасарларымен қателеспесем қадағалап жүрген. Сол Дарынның заборы бар ғой, дуалы. Соның үстіне шығып, алаң бар ғой, футбольный алаңда қарап, барлығын қадағалап жүрді. Ол кезде мысалы пиар деген нәрсе жоқ, былай айтқанда оны суретке түсіріп, былай әлеуметтік желілерге таратып, бір былай айтқанда очко жинау деген нәрсе жоқ ол жерде. Ол жерде таза ниет болды да. Менің түсінгенім, қазір қарап отырсам, таза ниет, анық жұмыстардың барлығын ішкі тәртіпте көру болды. Осы жағдайды көріп, мен мемлекеттік қызметке қызығушылығым артты десем болады. Сол кісіні осы уақытқа дейін де үлгі тұтамын. Ілияс, осы мемлекеттік қызметке қалай орналасуға болады? Жалпы мемлекеттік қызметке орналасу үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіпте тест тапсыру керек. Яғни ол осы әртүрлі заңнамалық актілерден, заңдардан тұрады. Оның ішінде Конституция, Қазақстан Республикасының бірінші президент туралы заң бар, әдеп кодексі бар, осы мемлекет көрсетілетін қызметтер туралы заңдар, осы заңдардан келген сұрақтарға жауап бере отырып, тиісті межеге жетіп, яғни тиісті балды алып, кейін конкурсқа, осы жарияланған конкурстарға, бос орындарға конкурсқа құжат тапсыруға болады. Осы арқылы конкурстың нәтижесімен, егер конкурста жақсы нәтиже көрсетіп жауап беріп жатсаңыз, қызметке сәйкесінше орналасасыз. Мектепте қандай оқушы болдың? Оқыған мектебім ол Есбол Өмірбаев атындағы орта мектеп, осы Форт Шевченко қаласында. Мектепте салыстырмалы түрде тәртіпті оқушы болдық. Үлгерім жақсы болды. Менің анам осы ауданға, облысқа, қала берді, республикаға белгілі мұғалім. Сондықтан анамның атына кір келтірмеу үшін бірінші кезекте тәртіпті болып, оқуымызды жақсы үлгерімде аяқтадық. Осы ата-анаңнан жиі естейтін ақылың? Ата-анамнан жиі естейтін ақылым ол адал бол дейді. Біреудің ала жібін аттама деп көп ақыл айтады. Және маңызды шараларға бара жатқанда, немесе маңызды шешімдер қабылдауға баратын кезде міндетті түрде ата-анамнан бата аламын өзім үйден шығар кезде. Жалпы келесі сауал болсын. Адамдарды алғаш көргенде қандай тұсына мән бересің? Адамдардың жалпы сөзі мен ісінің сай болуына баса мән беремін. Себебі қазір ақпараттық майдан заманы, әдемі сөйлеп тұрып, халықтың, көпшіліктің ойын бұрып әкететіндер бар. Сондықтан сөз бен іс сай болу керек деп өзім түсінемін. Ілияс, енді жұмыс бабында кісіге қаталдық таныта аласың ба? Жалпы қажет болса қаталдық таныту керек деп ойлаймын, бірақ жалпы көпшілік жағдайда мәмілемен, өзара түсінісумен шешіп жатамыз. Ілияс, өмірде достарың көп пе? Жалпы достық деген ол уақыттың еншісіндегі нәрсе, яғни уақыт өте келе достық айқындала береді, шыңдала береді. Жалпы өмірде адал достарым аз, бірақ жалпы достарым көп. Достық деген ұғымның сен үшін мәні қандай? Достық деген ұғымның мәні мен үшін зор. Жалпы достық деген ол досыңның кейбір қиындау мінездеріне шыдап, оны түсініп, оның қате кеткен жерлерін оңаша
айтып ескертіп, көпшіліктің алдында өзі жоқ жерде мақтап мерейін асырып жүру жалпы достықтың негізгі ұғымы осы деп ойлаймын. Өзіңе ұнамайтын әдетің? Өзіме ұнамайтын әдет деуге бола ма екен, немесе мінез, жалпы мен өзім жоқ деп айта алмаймын көп жайтылдайда. Біреу өтініш айтса, мен оны шамам келгенше орындауға тырысам. Енді келесі сауал болсын, кітапқа деген құмарлығың? Жалпы кітап оқуды жүйеге қоя алмай жүрмін, шынымды айтсам. Бірақ енді шама келсе уақыт тауып кітап оқып тұрамын. Негізгі өзіме ұнаған бір шығармамен бөліссем, ол Пауло Коэльоның «Алхимик» деген кітабы. Тағдырға бойсыну және жалпы өмірге деген күрес қалай жүру керек деген сияқты сондай тақырыптарды қамтиды. Жалпы енді өзіңнен кейінгі жасөспірімдердің бойынан қандай қасиеттерді көргің келеді? Жалпы көбіне ертең деп айтатын адамдардың ісі берекелі болмайды дейді. Сондықтан бүгін біту керек нәрсені бүгін бітіріп тастау керек деп ойлаймын. Осы жасөспірімдерге былайша айтқанда кеңес деп айтсам болады. Бүгінгі жұмысты бүгін бітіріп, ертеңге қалдырмаған деп санаймын. Дұрыс айтасың. Ал болашақта өзіңе басқа қалаға үлкен қызмет ұсынып жатса, сенің жауабың қандай болады? Қызмет ұсынып жатса, мен бірінші кезекте ата-анаммен, отбасыммен талқылап, кеңесіп, шешім қабылдайтын боламын. Олардың жалпы жағдайына, олардың кеңестеріне міндетті түрде құлақ асам, ортақ шешімге мінеге келіп жатсақ, бәлкім бас тартпаймын. Ілияс, енді екеумізге берілген Шай тайм жобасының уақыты өз мәресіне жетіп қалды. Енді саған үлкен рахмет бізге осы жобамызға келіп, уақытыңды бөліп келгеніңе, және де осы біздің ұйымдастыру алқасының атынан, орталықтың атынан кереметте осындай сыйлығымыз бар. Қабыл ал, бізді әрдайым еске алып, осы бокалмен шай ішіп отырарсың. Сіздерге де сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәрекелді. Құрметті достар, құрметті біздің арнамыздың оқырмандары, бүгінгі біздің Шай тайм жобасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, ел аман, жұрт тыныш болсын.